Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде келесі 6-шы сабағымыз Arduino'да кодтау, яғни бастаушы жаңағы оқушыларға, адамдарға арналған қысқаша нұсқаулықпен танысатын боламыз. Енді бірінші Arduino'ны қайтадан қайталайық, не үшін бағдарламалық қамтамасыз қажет бұл жерде. Ең алдымен микроконтроллер, яғни элементтердің ең аз жиынтығы бар тізбекті тақтасынан тұрады дедік, одан кейін құрылғыларды өңдеуден тұрады. Жаңағы қандай құрылғыларды есептеуге болады, ашық платформа қылып қарасақ болады деген сынды, және бағдарламалық қамтамасыз ету, дайын электронды блоктар мен кодтарды бір-бірімен байланыстыру. Ең танымал нұсқасы бізде базалық Arduino платформасы дедік, және де әртүрлі бір жобаларды жазсақ болады деді, және бұл жерде өте қарапайым тізбекті сақталған. Бұл жерде бағдарламалау ортасында интеграцияланған әзірлеу ортасы бар дедік. Arduino IDE-ді қолданамыз. Бұл Arduino IDE бізде Windows, Mac OS немесе Linux кез келген жүйелерінде арналыға береді. Өте бір интеграцияланған, бейімделген, бір өте ыңғайлы орта. Қарапайым тілдерде бізде C++ тілдеріне негізделеді, бірақ та ол жерде ешқандай қиындық жоқ. Негізгі біздің алдыңғы сабақтарда айтып жатқан void loop, void setup сынды жаңағы функциясын атқаратын циклдарды қайталайтын немесе негізгі функция болатын жаңағы функциялар ғана беріледі. Негізгі мүмкіндіктері кодты жазу, компиляция, Arduino платасын жүктеу сияқты бірнеше бағдарламалауларға жауап береді, және бұл өте қатты бір интеграцияланған болғандығы үшін ыңғайлы. Ең алдымен бізге қандай жүйе бар, соған байланысты соңғы нұсқасын Arduino сайтынан жүктеп аламыз, және де жүйеге сәйкес нұсқасын орнатып, нұсқаулық бойынша қарастырамыз. Енді бағдарламалау тілі негізгі функциялар біз алдында негізгі функциялар ретінде бір шолу жасап өткенбіз. Енді соның ішінде бүгін нақты void setup'ты қараймыз. Бұл жерде бізде бір рет орындалады және инициализациялайды дедік. Void loop ол үздіксіз қайталана беретін негізгі логика, бірақ та void loop бізде негізгі логика болып саналады. Мысалы, енді LED pin 13 пин бізде светодиод 13-ші пинға жалғанған. Оны енгіземіз. Одан кейін void setup, яғни бір рет орындалатын инициализация. Бұл бізде pin LED pin output, яғни пин 13-ші пин қосылады, бізде диод жанады. Енді void loop бұл бізде үздіксіз қайталанады. Неліктен қайталанады? Мысалы, жаңағы height қосулы болды, одан кейін 1 секунд қосылады және low өшіріледі. Қайтадан 1 секунд қосады. Дәл осылай қайталана береді. Себебі бұл бізде void loop функциясы. Яғни void loop бұл бізде үздіксіз қайталану. Жаңағы диодымыз 1 секунд жанады, 1 секунд өшеді, 1 секунд жанады, 1 секунд өшеді. Дәл осылай қайталана береді. Ал void setup бір рет орындалатын негізгі инициализация, яғни LED pin-ді 13-ті негізгі шығаруы. Осылай қарапайым негізгі функциялары, және де бізде Arduino'да ең басты нәрсе бұл кітапханалар, яғни қосымша функциялар. Бірінші сенсорлық, яғни датчиктерге арналған кітапхана. Бұл жерде датчиктермен жұмыс істеуге арналған дайын функциялар беріледі. Соны қарастырсақ болады. Немесе мотор кітапханалары, жаңағы қозғалысты басқару және моторларды басқару, сервомотор деп айттық қой біз. Осылардың барлығы мотор кітапханасынан көре аламыз. Немесе дисплей кітапханасы, біз айтқан LCD немесе басқа дисплейлерді басқару, және байланыс кітапханалары, Bluetooth, Wi-Fi және радио байланыс арқылы жүзеге асырылады. Arduino'ға арналған көптеген кітапханалар бар. Бізде олар әртүрлі құрылғылармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни қандай жаңағы жұмыс жасайсыз, соған сәйкес кітапханадан жаңағы кодтауларды енгізсеңіз болады. Arduino'мен не істеуге болады? Бірінші ақылды үй жасауға болады. Біздегі үйдегі кондиционердің параметрлерін смартфон арқылы басқарсақ болады дедік. Контроллерлер, желі арқылы байланысатын ойын және бейне контроллерлер жасап шығарсақ та болады. Немесе датчиктер, яғни ақпаратты алу, объектілерді өзара әрекеттестіруді ұйымдастыру секілді өте көптеген шығармашылық жұмыстарды атқарса болады. Енді Қазақстандағы ресми өкіліне келсек, бізде Arduino KZ
жаңағы доменімен беріледі. Ол Қазақстандағы Ардуиноның ресми өкілі. Оқушылар мен әуесқойларға арналған. Ол жерде арнайы сабақтар да әзірленеді. Сол жақтан қарастырсаңыздар да болады. Оның продукцияларды Ардуино Uno, Mega, Nano, Micro сияқты әртүрлі платаларда жасап сатылады, немесе соны көрсеңіздер болады. Енді келесі жобаларда, біз қазіргі таңда жасап жатқан жобаларымызда бірінші платаны аламыз, IT орнатамыз, мысалдарды орындап, идеяларды іске асырсақ болады. Онда біз температура датчигінің кодын қазір талдаймыз сіздермен бірге. Жаңағы көбірек түсініктірек болу үшін, егер де қателеріңіз болатын болса, біздегі жаңағы платформадан міндетті түрде қателеріңізді қарап, қатемен жұмыс жасасаңыздар болады. Ең алдымен біз жаңа кітапхана дедік, иә? Біз осы кітапхананы таңдаймыз. Бұл жерде біз OneWire кітапханасын аламыз, өйткені бұл осы протоколмен жұмыс істеу кітапханасы. Оны енгізу үшін, таңдау үшін біз решетка include'ды қолданамыз. Және кітапхананы таңдау үшін міндетті түрде мынаны енгіземіз, яғни onewire.h. Егер де бұл енгізілмейтін болса, онда бұл протоколмен біз өкінішке орай жұмыс жасай алмай қаламыз. Ал бұл не үшін қажет? Себебі біз алдыңғы сабақта жалғап көрсеткен DS18V20 датчигімен жұмыс істеуге арналған арнаулы кітапхана. Яғни сіздердің датчиктарыңыз қандай, сол датчикке арналған сәйкес келеді кітапханалармен жұмыс жасаймыз. Себебі бұл C++ болғандықтан сіздерге де қолайлы болады. Енді осы жаңағы кітапханадан нелерді аламыз? Датчиктің дата пині Ардуиноның екінші пиніне жалғанған. Біз ең алдымен пинді жалғадық қой, жаңағы нешінші пинға жалғадық, сол пинді міндетті түрде енгіземіз. Одан кейін ары қарай жаңа OneWire объектісін құру, яғни қай пин қолданылатынын көрсетеміз. Температура датчигін басқару объектісі. Яғни бізде мына жердегінің барлығы, мынау алғашқы, бұл бізде негізгі жаңағы кітапханамен жұмыс. Одан кейін бізде void setup. Біз не дедік? Void setup'ты негізгі инициализациялайтын функция. Serial begin 9600